Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз 14-ші сабақ, қорытындылау дейді. Табиғатты қорғау дейді. Бірінші есеп, мәтінді оқы дейді. Батыс Алтай қорығының жануарлары әлемі, балықтар, қосмекенділер, бауырмен жорғалаушылар және сүтқоректілер. Әйгілі сүтқоректілер мен әйгілі дейді. Қорықта құстардың 191 түрі бар. Олардың ішінде ақсары, иткелі, кәдімгі ақсары, қара құр, балшықшы, тоқылдақ және көкектер бар дейді. Мына жерде көрсетіп қойған. Балшықшы, құр, көкек, ителгі екен. Теңсіздерді оқы. Бұл жерде x-тан үлкен 191. Сан сәулесінің дәптеріне сыз, берілген сан сәуледен белгілеп көрсет. Шешімдердің жиынын штрихпен белгіле. Шешімдердің жиынын жататын 10 санды жаз дейді. Бұл жерде қараңыздар. Мына естіп көрсетіп қойдық. 0-дан өйткені мынау 191 үлкен болғаннан кейін, мынада кіші қылып осылай сызып қойдық. Бұл жерде кіші болуы мүмкін 0, 20, 50, 80, 100, 130, 160 екен. Енді мына жерде жаз деп тұр 10 санды. Бұл жерден 10, 191 10-дан үлкен екен. 191 20-дан үлкен 191, 50-ден үлкен 191, 70-ден үлкен 191, 90-дан үлкен 191, 101-ден үлкен 191, 105-ден үлкен 191, 120-дан үлкен 191, 150-ден үлкен 191, 170-ден үлкен екен. 191, 190-нан үлкен деп жазады екенбіз. Бізде ары қарай екінші есеп өрнектер жаз, олардың мәнін тап. 220 мен 320 сандарының қосындысы 420 санынан арттыр дейді. Бұл жерде қараңыздар, екінші есеп арттыр деп тұр. 200-ге қосам 320-ны, сол кезде 540 болады. 540-қа 420-ны қосақ 960 болады екен. Екіншісі 700-ге 180-ді қосам, содан алымыз 480-ді. 700-ге 180-ді қосақ 880, 880-ді алсақ 480-ді 400 болады екен. Енді 640-тан алсақ 220-ны 420 болады. 420-ға 530 бен 30-ды қосатын болсақ 560, 420-ға 560 қосақ 980 екен. Енді 800-ден аламыз. Бірінші 680-нен 220-ны алып аламыз, 460 болады екен. 460-тан енді 800-ден 460 алатын болсақ 340 болады екен. Екінші есебіміз өйстіп шығарады екенбіз. Бізде үшінші есеп өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. 459 қосу 380, 38. Қараңыздар, бұл жерде бет жазамыз. 459 қосу 238. 9-ға 8 қосатын болсақ, бұл жерде 17, 1 ойда. 5-ке 3-ті қосатын болсақ 8, ойдағымен 9. 4-ке 2-ні қоссақ 6, сөз 697 шығады екен. 900-ден аламыз 317-ні. Арт жағындағы санды 10 дейміз. 10-нан 7-ні алатын болсақ 3. 9-9-дан 1-ді алатын болсақ 8. 9-дан 3-ті алатын болсақ, мына жерде 4 деп жазамыз. 4 болады. Мына жерде 9-дан 4-ті алатын болсақ 5 болады екен. Сөз 583 болады екен. 781-ден алсақ 649-ды. Мына жерде 10, 10-нан 11 сан, 11 деп жазамыз. 11-ден 9-ды алсақ 2 болады екен. 8-ден 4-ті алатын болсақ 3 болып тұр. 3 болып тұр. Мына жерден нені алатын болсақ 7-ден 6-ны алатын болсақ, мына жерде ойдағын қосамыз. Ойдағы біреу, мына жерде 5 сөзде, мына жерде 8-ден 5-ті алатын болсақ, мына жерде 5 деп жазамыз. Сол кезде 8-ден 5-ті алатын болсақ 3 болады. Мына жерде 7-ден 6-ны алатын болсақ 1 болады екен. Сөз 132 болады екен. Мына жерде 401 алу 345 дейді. Сол кезде мына жерде 11-ден 5-ті алатын болсақ 6 болады екен. 9-дан 4-ті алатын болсақ 5 болады екен. Сол кезде мына жерде 1 деп жазамыз. 4-тен 4-ті алсақ 0 болады. Сол кезде 56 болады екен. Мына жерде жауабы 479 қосу 209 дейді. 479-ға 209 қосақ 788 екен. 198-ге қосақ 745-ті 943 екен. Өстіп жасады екенбіз. Бұл біздің үшінші есебіміз екен. Төртінші есеп дейді. Есепті салыстыр дейді. Есеп салыстыр деп тұр. Қараңыздар, есеп салыстыру болса 4 310 қосу 250. Бұл жерде 312 де бірде. Мына жерде 250 360 болып тұр. 310-ға 360 қоссақ, әрине үлкен болып тұр.
мына жерде 250 кіші болып тұр. Сол кезде мына беті үлкен болады екен. 310 қосу 360 үлкен екен. 410-нан аламыз 180-ді. 600-ден аламыз 180-де. Сол кезде біздерде 400 үлкен ба, әлде 600 үлкен ба? Әрине 600 жағы үлкен болады екен, иә. Енді 620 қосу 250 дейді. 250 қосу 260 дейді. Сол кезде 250-ге 220-250-ді қосқан жағымыз үлкен болады екен, иә. 700-ден алсақ 280-ді, 600-ден алсақ 180-ді. Екеуінде тең болып тұр, иә. Өйткені мына жерде 700-ден алсақ 280-ді, 600-ден алсақ 180-ді, иә. Сол кезде екеуі де тең болып тұр. Қараңыздар, мына жері 700-600 болғанмен, мына жерде 280, мына жерде 180 болып тұр, иә. Сол кезде екеуінің арасында тең болып тұр. Мына жерде тең деп жазасыздар. Кесте бойынша ернектерді құрастыр, жазулардың мәнін тап дейді. Мына жерде 9 көбейт 4 деп атамыз, қосу 600-де. Бұл бізде 5-ші есеп екен. 9 көбейт 4, 4-ті көбейсек 36 болады. 36-ға қоссақ 600-ді, 636 шығады екен, иә. 6-ны көбейсек 5-ке 30 шығады. 30-ға 185 қоссақ 215 шығады екен, иә. Енді 32-ні бөлсек 4-ке 8 шығады. 6-ны 5-ке көбейсек 30 шығады екен, иә. Сол кезде екеуін қоссақ 38 шығады екен, иә. Ал екіншісі, бірінші 4-ті 7-ге көбейтіп аламыз, 28 болады. 9-ден 28 алатын болсақ 872 екен, иә. Енді 3-ті көбейтеміз 9-ға 27 болады. 5-ден 27-ні алсақ 473 болады екен. 82 қосу 18, сол кезде 100 болады. 2 қосу 8, 16 болады. 100-ден 16-ны алсақ 84 болады екен, иә. Өйстіп жазады екенбіз. Бұл біздің 5-ші есеп екен, міне. 5-ші есеп міне. 686, 215, 38, 872, 473, 84 деп жазады екенбіз, өйстіп жазады екенбіз. Бұл бізде 5-ші есеп екен. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер дейді, есептер құрастыр дейді. Барсакелмес қорығы Қызылорда облысы Арал ауданында орналасқан. Қорықтық өсімдіктер 278 түрі бар. Наурыз қорық Қостанай облысы, Наурыз және Әулиекөл аудандарында орналасқан. Қорықтағы өсімдіктер түрлерінің саны Барсакелмес қорығынан өсімдіктерінен 409-ға артық дейді. Наурыз қорығында өсімдіктер қанша түрі бар? Қорықтың барлық қанша өсімдіктер бар дейді. Қараңыздар, Барсакелмес, Барсакелмес қорығы 278 дейді. Наурыз қорығында 409-ға артық дейді. Бір жерде артық деп тұр. Сөйтіп екеуі қанша болған тап деп тұр. Шешу, қараңыздар, шешу. 278-ге 409 қоссақ 687, сол кезде Наурыз қорығында. Енді 278-ге Наурыз қорығында қанша өсімдіктер бар екен, мына жерде. Мына өсімдік түрлері бар екен, өсімдік түрлерін тап дейді. Өсімдік түрі бар екен, Енді 278-ге 687-ні қоссақ 974 екен, барлық 974 екен, өсімдіктеріміздің саны. Жауабы Наурыздың да 687, барлығы 974 деп жазасыздар, өстіп жазады екенбіз. 7-ші есеп, кесте бойынша теңдеу құрып оны шеш дейді. Бұл жерде 820 дейді, x 780 деп тұр, жоқ, былай екен. 320, 650 мына жерден табу керек екен, x деп жазамыз, мына жерде x қоямыз, мына жерде x екен, соны табатын боламыз енді. Теңдеулерді табатын боламыз. Теңдеу құратын боламыз. 320 қосу x дейміз, 650 болады, x тең 650-ден 320-ны алатын болсақ 330 екен. 320-ға қосақ 330, 650 екен. Теңдігіміз 650, 650 болады екен, Енді x қосу 87 тең 587 деп жазамыз. Енді 587-ден алсақ 87-ні 500 болады екен. 500 қосу 87, 587 болды, Теңдігіміз 587, 587 болады екен. Ары қарай бізде 780 қосу x тең 800 деп жазамыз. X тең 800-ден алсақ 780-ді 20 болады, 780-ге қоссақ 20-ны 800 болады екен. Теңдігіміз сол кезде 800 деп жазады екенбіз, Бізде ары қарай 840-тан алсақ x тең 310 деп жазамыз. Енді 840-тан 310-ды алсақ 530 екен, 840 алып 530 тең 310 деп жазамыз. Теңдігіміз 310 болады екен, Ары қарай x алу 330 тең 560 деп жазамыз. 560-ға қоссақ 330-ды 890 екен, 890 алсақ 330-ды 560 деп жазамыз. Теңдігіміз 560 шықты, Енді 350 алу x тең 50 деп жазамыз. 350-ден алсақ 50-ді 300 екен,
теңдігіміз 350 алу 350 алу 300 деп жаздық, тең 50 болады екен. Теңдігіміз 50 деп жазады екенбіз. Бізге ары қарай бұл жерде қараңыздар, сейін жетеппіз. Сандар қатарының заңдылығын тауып, оны жалғастыр дейді. Келесі 3 санды ата дейді. 202, 303, 404, мына жерде 110, 220, 330 деп тұр. Қараңыздар, бет жалғастыратын боламыз. Бұл жерде 101-ді қосып тұрамыз. 101 санын қосқан кезде 202-ге 101-ді қоссақ 303 шығады. Енді 303-ге 101-ді қоссақ 404 шығады. 404-ге 101-ді қоссақ 505 шығады. 505-ге 101-ді қоссақ 606 шығады. 606-ға 101-ді қоссақ 707 шығады екен. Енді мына жерде 110. 110-ға қоссақ 110-ді 220. 220-ға 110-ді қоссақ 330. 330-ға 110-ді қоссақ 440. 440-ға 110-ді қоссақ 550. 550-ге 110-ді қоссақ 660 шығады екен. Өйстіп жазады екенбіз. Бұл 8-ші есеп бізде. Ары қарай 9-ші есепті шығар дейді. Санды өрнектерді құрып, олардың мәнін тап дейді. Мына жерде 320 қосу 120 сандарының қосындысы 540 санына қос дейді. Қараңыздар енді. 320 қосу 120 болса, қосу 540 дейді. Сол кезде тең болады. Мына жерде 320-120-ны қосатын болса 440, қосу 540 болса, тең 980 болады екен. Енді әсі 60-қа қоссақ 120-ны, одан алсақ 420-ны. Тоқтырыз, мына жерде шатасып кеттім ғой деймін. Бұл жерде 60 емес, 600 екен. Мына жерде 600 екен. 600 екен. Бір нөл ұмытып кеттім. 600-ге қоссақ 120-ны, одан алсақ 420-ны. 600-ге 120-ны қоссақ 720. 720-ны 420-ны алсақ 300 болады екен. 300 деп жазады екенсіздер. Енді бұсы 540-тан алсақ 120-ны. Оған қосамыз 420-ға қосамыз 20-ны. Сол кезде 540-тан алсақ 120-ны 420. 420-ға қосатын болсақ 440-ты 360 болады екен. 860 болады екен. 860 болады екен. 860 болды. Енді 900-ден мына жерден 580-нен алсақ 120-ны, сол кезде 460 болып тұр. Енді 900-ден 460 алатын болсақ 440 шығады екен. Бұл высы екен вагоны. Енді ары қарай 10-ші есеп бізде. 10-ші есеп шығады. Санды өрнектердің мәндері бойынша кестенің сөйлемді тапты. Кестедегі сөйлемді тап дейді. 240-тан алсақ 217-ні 23 болады. 230-тан алсақ 229-ды 1 болады. 226-тан алсақ 223-ді 3 болады. 333-тен алсақ 327-ні 11 болады екен. 448-ден алсақ 442-ні 6 шықты. 900-ден алсақ 899-ды 1 шығады екен. 900-ден алсақ 877-ні 23 шығады. 557-ден алсақ 734-ді 20 шығады екен. 586-тан алсақ 554-ді 32 шығады екен. 727-ден алсақ 717-ні 14 шығады екен. 248-ден алсақ 230-ды 18 шығады. 349-дан алсақ 323-ді 21 шығып тұр. 679-дан алсақ 673-ді 6 шығады екен. 425-ден алсақ 424-ді 1 шығып тұр. 568-ден алсақ 544-ді 24 шығады екен. 24 шықты. Мына жерде сандарды жазып қойдым. 1, 3, 6 деген сандарды. 21 сөзде бізде шыққан сөзіміз табиғатты қорғау деген сөз шықты. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.